Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Бұл Құранның тәрбиесі. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің жетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Қараңыз, басынан сөз асырмаған елміз. Алланыкі болсаң, басынан ешкім сөз асырмайды. Біз Алланыкі болып үлгермей жатырмыз әлі тәуелсіздік алғаннан бері. Сондықтан жаңағы бір ресейлік келіп сөз асырмақшы. Мәселе ол ресейлікте немесе күллі ресейлік емес ол. Ешкім қорқынышты емес біздерге. Егер Құдайға берілген болсақ, ешкім абсолютті түрде. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басынан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса күн боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Тұтқындағы қыздарын босатуға отыр. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең